Құмар ойындарға тәуелділік деген не? Және ол неге қауіпті? Құмар ойындарға тәуелділік бұл жай ғана ермек немесе уақыт өткізу тәсілі емес. Бұл адам өз әрекетін толық бақылай алмайтын, ұтылса да тоқтай алмайтын, қайта-қайта сол ортаға оралатын. Қауіпті психологиялық тәуелділік. Мұндай жағдайда адам ойынға тек ақша салмайды. Ол өз уақытын, көңіл-күйін, сенімін, кейде болашағын да бәске тігеді. Қазақстанда бұл мәселе қоғам деңгейінде мойындалып отыр. Мемлекеттік органдар мен жастар ұйымдары құмар ойындардың алдын алу бойынша арнайы жобалар мен түсіндіру жұмыстарын бастап кетті. Бұл оның жеке мәселе емес, әлеуметтік қауіпке айналғанын көрсетеді. Қаржылық мониторинг агенттігінің дерегінде елімізде құмар ойынға тәуелді адамдар саны шамамен 350 мыңға жуық екен айтылған. Бұл аз сан емес, оның ішінде жастар да бар. Ал мемлекет заңнаманы күшейтіп, тіпті кейбір санаттағы азаматтарға құмар ойындарға қатысуға тыйым салуға дейін барып отыр. Демек, мәселе шынымен күрделі. Қауіптілігі неде? Ең алдымен, құмар ойын адамға жалған үміт береді. Адам тағы бір рет осы жолы қайтарып аламын, сәтім енді келеді деп ойлайды. Бірақ іс жүзінде ол ұтқаннан гөрі көбірек жоғалтады. Екіншіден, тәуелділік бірден байқалмайды. Әдетте бәрі кішкентайдан басталады. Қызығушылық, алғашқы ставка, жеңіл әсер, аз ғана ұтыс. Бірақ уақыт өте келе, бұл ойдан кетпейтін әдетке айналады. Адам ойын туралы көбірек ойлайды. Күнделікті тіршілігіне назар азаяды. Көңіл-күйі тұрақсызданады. Үшіншіден, құмар ойын адамның жеке өміріне әсер етеді. Сенім жоғалады, қарыз пайда болады, жұмыс пен оқу әлсірейді, отбасында түсініспеушілік көбейеді. Сондықтан, құмар ойындарға тәуелділікті мінездің әлсіздігі деп емес, ерте тануды қажет ететін нақты қауіп деп қабылдау керек. Егер адам уақытында тоқтамаса, мәселе өздігінен шешілмейді, керісінше тереңдей береді.